Сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге Венера хан. Бүгінгі видеода армандар картасы және Құралай ханымның армандар картасын көресіңдер. Бірінші каналыма тіркеліп лайк басып кетіңдер, комментария жазыңдар достар. Армандар картасы ол карта мечты, карта желания деп те айтады. Армандар картасы ол деген адамның қиялындағы мақсаттарды картаға сурет жүзінде жабыстыру. Армандар картасына кейбір адамдар сенбей жатады. Шариғатқа қарсы, өтірік деп. Мен сенемін армандар картасына. Армандар менде бар және жыл сайын ауыстырып отырамын. Орындалған армандарымды алып тастап, оның орнына жаңа суреттер жабыстырып отырамын. Армандар картасы ол адамға мотивация береді, адамның миына сигнал береді, осындай мақсаттарға жетуге күш-қуат береді. Яғни сол карта қарап тұрып өзіңізге күш-қуат аласыз. Яғни сол мақсатқа жетемін қалайда деп алға қарай жылжуыңызға ықпал етеді. Армандар картасы қалай жұмыс жасайды? Армандар картасына қарап тұрып визуализация жасайсыз, елестетесіз. Сол арманға жетіп жатқандай өзіңізді сезініп, соған қарап тұрасыз. Армандар картасын қалай іске қосамыз? Активация деген бар армандар картасында. Яғни бір жеңіл, яғни өзіңіз тез орындалатын шоколад, мороженое немесе ала салатын магазиннен печенье сияқтылар, солардың суреттерін жабыстырасыз. Сосын именно соны алып армандар картасына қарап тұрып жейсіз. Сол кезде сіздің басқа барлық мақсаттарыңызға уже іске қосылды дегенді білдіреді. Картаны балаларыңызбен бірге жасауға болады. Әрбір отбасында бір карталар болғаны дұрыс. Балалармен бірге жасаған өте көңілді болады. Балаларға және қызықты болады ол деген. Армандауды, қиялдауды үйретесіз балаңызға. Картаны жасаған кезде өте күшті көңіл күймен жасау керек. Көңіл күйіңіз көтеріңкі, шабыт келіп тұрған кезде жасаған дұрыс. Және сурет таңдаған кезде сурет сізге өте қатты ұнау керек. Өзіңізге, жүрегіңізге жақын болғаны жақсы. Армандар картасы 9 секторға бөлінеді. Бірінші байлық, ақша, мақтау, мадақтар, үшінші махаббат, төртінші отбасы, бесінші өзін фотон және денсаулық фотосы бірге тұрады. Содан кейін алтыншы балалар, жетінші білім, сегізінші мансап, тоғызыншы саяхаттау. Сіздерге бір қызық айта кетейін. Мен осыдан 3-4 жыл бұрын үй алуды армандадым. Өзімнің жеке үйім болса екен деп осы армандар картасына жабыстырып қойып жүрдім. Сол арманым орындалды. 2 жыл болды осы өзімнің қалаған үйімде тұрып жатырмын қазір. Аллаға мыңда шүкір. Енді психолог Құралай ханымның армандар картасын көрейік. Армандар картамның бір шетін ғана көрсетейін. Ең бірінші мен мұны «Я люблю и любима Талғат любит только меня». Менің бұл ең сүйікті аффирмациям. 50 жылдық алтын тойға жетейік деп жазып қойдым. У нас в семье гармония, любовь, понимание. Мальдивида тұрады Құралай мен Талғат, талшын, таңат, мынандай ручкамен жазсаңыздар да болады. Содан кейінгі менің любимый аффирмациям: я успешна навсегда. Көрдіңіздер ме? Алтын сапа дегенді ұтып алғам. Ортасына өзіңіздің ең әдемі мына фотоны сол кезде өте ұнаған. Осы нәрсені жаздым. Міне скоро открытие. Енді мына карантин болып қалды. Әйтпесе скоро менде осы Астанадан өзімнің салон красотаймен дүкенім ашылу керек болған. Ол да скоро ашылады. Мына жерде менің мынандай кабинет хочу, қыздар. Мынандай кабинет, міне осындай библиотекасымен, осындай отдельно өзімнің кабинетім болса екен. Вилла, Дубайда виллу хочу. Сосын мына жердегі міне комнаталарым, Қарақаттың бөлмесі деп өзім балаларымның бөлмелерін жазып қойған екен. Кітаптарым бестселлер в Казахстане, я №1 автор дейді. Мен йогамен айналсам, әрдайым йога маған қатты ұнайды. Менің осы йоганың өзі маған көп нәрсе берді. Аффирмацияларыңыз жасаңыз болады. Я богиня, восходящая по золотой лестнице успеха. Сосын маған ешқандай бір не керек емес. Қарасаңыздар, міне менің Бентлим.
ешқандай бір тәртіп, бір қатты нетпеймін. Өзім ручкамен не жазғым келеді. Міне Астана қаласындағы менің салоным, Мәңгілік елде деп жазып қойыппын. Мәңгілік елден, точно Мәңгілік елден сатып алдым. Мына жерде мен президенттің қасында тұрмын, әне. Мына жерде депутат болып тұрмын. Мына Франция, круиз, басқа елдер, міне балаларымның алтын белгілері, менің балапандарым, барлығын осы жердегі ең күшті нәрселерді мен сіздерге ал деп көрсеттім өзімнің армандар картамды, иә. Осымен Құралай ханымның армандар картасын да көрдік. Осы видеодан кейін міндетті түрде армандар картасын жасаңдар, достар. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза отырыңдар. Мен міндетті түрде қараймын. Армандарың орындалсын, достар. Сау болыңдар.